Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мединалық курстың екінші томының екінші сабағы. Ад-дарс уаффани. Мына жақта Хишам, Билал деген екі кісінің арасында диалог келді. Соны оқып аударамыз. Мына жақта былай істеңіздер, видеоны паузаға басып, бір сөйлемнен аударып отырыңыз, кейін жалғастырып тексеріп отырасыз. Хишам: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ бауырым қалың қалай? من الأخ؟ бауырым кім боласың деген мағынадағы сұрақ. Хишам жауап береді: أنا مهندس جديد. мен жаңа инженермін. اسمي هشام. менің есімім Хишам. أنا من الولايات المتحدة. мен құрама штаттарданмын. Билал айтады: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي. Қош келдің я бауырым. Ана масрурун билиқаика. мен сені кездестірумен қуаныштымын. Ана замилука. мен сенің әріптесіңмін. Исми Билал ибн Хамидин. менің атым Билал Хамидұлы. Мына жақта замилук деген әріптесім деген де болады, сыныптасым деген де болады. Екеуіне де қолданады. Амин Вашингтона анта. Амин Вашингтона анта я Хишаму. Сен Вашингтоннансың ба, я Хишам? Ла, ана ласту мин Вашингтона. Инни мин Нью-Йорка. мен жоқ, мен Вашингтоннан емеспін, мен Нью-Йорктанмын. А муслимун абука я Хишаму. Сенің әкең мұсылман ба, я Хишам? Ла, хуа лайса би муслимин. жоқ, ол мұсылман емес. Ва уммука а муслиматун хия. ал анаң, ол мұсылман ба? Ла, хия лайсат би муслиматин. жоқ, ол мұсылман емес. Алака абнаун я Хишаму. сенде ұлдар бар ма, я Хишам? Наам ли ситтату абнаин. я, менде 6 ұлым бар. Атуллабун хум. олар оқушылар ма? Ла, хум лайсу би туллабин. жоқ, олар оқушылар емес. Инна ба'дахум. мына иннаны алдыңғы сабақта өттік. Есім инна ба'дах фатхал болады. Инна ба'дахум туджарун. мынау хабар инна. Инна ба'дахум туджарун ва ба'дахум мухандисуна. Асында олардың кейбірі саудагерлер, ал кейбірі инженерлер. Алака банатун. сенде қыздар бар ма? қыздар бар ма? Наам ли хумсу банатин. я, менде 5 қызым бар. Амутазаввижатун хунна. олар тұрмыс құрғандар ма? Ла, хунна ласна би мутазаввижатин. жоқ, олар тұрмыс құрмағандар. Инна хунна сигарун. олар кішкентай. Ба'духунна фил мадрасатил ибтидаияти ва ба'духунна фил мадрасатил мутавасситати. олардың кейбірі бастауыш сыныпта, бастауыш мектебінде, ал кейбірі ортаңғы сынып оқушыларына арналған мектепте. Алака ихватун. сенде бауырларым бар ма? Ла, лайса ли ихватун. жоқ, менде бауырларым жоқ. Инна ли саласа ахаватин. расында менде 3 қарындасым бар. А муслиматун хунна. олар мұсылмандар ма? Наам хунна муслиматун валхамдулиллахи. я, олар мұсылмандар, Аллаға шүкір. Тамарину. жаттығулар. Аджиб анил асилатил атия. келесі сұрақтарға жауап бер. Мин айна Хишамун. Хишам қай жақтан? Мин айи мадинатин хуа. ол қай қаладан? Кам ухтан лаху. оның қанша әпке қарындасы бар? Мына текстті жақсылап оқып, жаттауға тырысып дайындалыңыздар. кейін жазбаша түрде мына сұрақтарға жауап беріп, артынша диалогпен салыстырып тексеріңіздер. келесі жаттау. ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. мына белгіні дұрыс сөйлемдердің алдына, ал мына белгіні дұрыс емес сөйлемдердің алдына қою керек. Хишамун мин Вашингтона. Хишам Вашингтоннан. бұл дұрыс емес. есінде бар, бұл Нью-Йорктан. Хишамун мин Нью-Йорка. Ахватуху муслиматун. бұл дұрыс па, дұрыс емес па, осыған жауап бересіз. Банатуху ласна би мутазаввижатин. оның қыздары тұрмыс құрмаған. я, бұл сөйлем дұрыс. я, оның қыздары жаңа кейбірі бастауыш мектебінде, кейбірі ортаңғы сынып оқушыларына арналған мектепте.
абнауху туллабун, бұнған жаңағыдай дұрыс болса мына белгіні, дұрыс емес болмаса x-ті қойып диалогпен тексересіз. Уммуху лайсат би муслиматин, бұнды тексересіз. Абуху муслимун, бұны да тексеріп жүресіздер. Тааммал ма яли, келес келгенді зертте дейді. Хамидун талибун, хамид оқушы. Хамидун лайса би талибин, хамид оқушы емес. Лайса деген емес деген мағынаны береді. Лайса емес. Мына хамидун, хамид оқушы деп айтатын болсақ, тануинданма. Хамид оқушы деген бұлай болады. Енді хамид оқушы емес деп айтқымыз келсе, хамидун лайса, мына бимен айтамыз. Лайса би талибин. Кейін сонда тануин касра болады. Хамидун лайса би талибин. Хамид оқушы емес. Ат-туллабу сығарун. Оқушылар кішкентай. Ат-туллабу лайсу би сығарин. Оқушылар кішкентай емес. Аминату табибатун. Амина дәргер. Аминату лайсат би табибатин. Амина дәргер емес. Аль-фатаяту мутазаввижатун. Қыздар, тұрмыс құрғандар. Аль-фатаяту ласна би мутазаввижатин. Қыздар, тұрмыс құрмағандар. Анта кабирун, сен үлкенсің. Анта ласта болады. Қараңыздар. Мана, соны қарап отырыңыздар. Мына жақта лайса. Олар көпше түрде айтқан себепті лайсу болып кетті. Мысалға, мана, захаба ол кетті. Бір адам. Ол. Лайса дәл осы секілді, жағына лайса өзі болады. Енді олар деп айтқан кезде, захабу олар кетті деген кезде, лайсаны да дәл солай лайсаға да мынаны жалғаймыз. Ол мен алифта. Лайсу олар емес. Бір әйел адам кетті деңізде қандай етістік қалай жазамыз? Захабат дейміз. Захабат. Лайсада дәл осы етістік секілді лайсат болады. Міне, захабна, ласна. Мына жақта негізі лайсна болу керек. Міне. Захабна. Енді негізінде лайсна болу керек. Негізінде міне лайсна болу керек. Лайсна, бірақ бізде қағида бар. Екі тануин кездесетін болса, екі сукунда әріп кездесетін болса, оның әлсізі бірі түсіп қалады. Сол себепті яйда алып тастаймыз. Екі сукун қатарынан келмеу керек. Әлсіз әріпті алып тастаймыз, сонда ләсна қалады. Ләсна. Сол секілді ләсті анта мына тәнің, анта захабта деген секілді анта ләсті. Мына жақтағыдай ләйста болу керек еді, бірақ екі сукун келседі ләсті, яй түсіп қалады. Анта ләсті би кабирин, сен үлкен емессің. Антум джудудун, сендер жанасыңдар. Антум ләстум би джудудин, сендер жана емессіңдер. Анти фақиратун, сен кедейсің. Анти ләсті би фақиратин, сен кедей емессің. Антунна мучтахидатун, сендер ынталысыңдар. Антунна ләстунна би мучтахидатин, сендер ынталы емессіңдер. Ана мударрисун, мен оқытушымын. Ана захабту деп айтқан секілді, ана ләсту болады. Ана ләсту би мударрисин, мен оқытушы емеспін. Нахну туллабун, біз оқушыларымыз. Нахну ләсна би туллабин, біз оқушылар емеспіз. Нахну захабна деген секілді. Адхил лайса алал джумалил атия, енді лайсаны келесі сөйлемдерге кіргізеді. Албабу муғлақун, есік ашық, есік жабық. Мафтухун біз, албабу муғлақун, есік жабық. Енді есік жабық емес деп айтуымыз үшін лайсаны жалғаймыз, лайсаны қосамыз. Қазір басыңыздар, видеоны паузаға басып, сөйлемдерді сіз жазып шығыңыздар, кейін жалғастырып тексересіздер. Албабу муғлақун, енді біз албабу лайса би муғлақин дейміз. Албабу лайса би муғлақин. Алмау баридун, алмау лайса би баридин. Алмау баридун, су салқын. Алмау лайса би баридин, су салқын емес. Хишамун маридун. Хишам, науқас, сырқат, ауру
енді Хишам ауру емес деп айтуымыз үшін Хишамун лайса бимаридин Аби наимун, менің әкем ұйықтап жатыр. Аби наимун, менің әкем ұйықтап жатқан жоқ десек, Аби лайса бинаимин. Ад-дарсу са'бун, сабақ қиын. Ад-дарсу лайса биса'бин, сабақ қиын емес. Ал-масджиду қарибун, мешіт жақын. Ал-масджиду лайса биқарибин, мешіт жақын емес. Лайса деген сол емес деген мағынаны береді. Ат-тифлу жау'ану, бала аш. Енді мамну мин ас-сарф, бірінші томда сонда өткен едік. Ғойру мунсариф деген сөздерді. Бұлар кәсіра қабылдамайды. Мысалға, «Захабту иля маккатин» деп айтпаймыз. «Захабту иля макката». Сол секілді сөз. Сол себепті кәсіра қабылдау керек болған жерде бұл фатха қабылдайды. «Ат-тифлу лайса bijau'ana», бала аш емес. Келесі 5-ші жаттығу. «Иқра ил-мисалайни, thuма адхил лайса аля al-jumal al-atiyah». Екі мысалды оқы, кейін лайсаны келесі сөйлемдерге кіргіз дейді. Хуа таджирун, ол саудагер. Енді ол саудагер емес. Хуа лайса битаджирин, ол саудагер емес. Хуа минал ябани, ол Жапониядан. Ол Жапониядан емес деп айтымыз үшін. Хуа лайса минал ябани, ол Жапониядан емес. Дәл осылай видеоны паузаға басып, сөйлемдерді жазып шығыңыздар, аударып, кейін видеомен тексеріп отырасыз. Ас-сайярату жамилатун, көлік әдемі. Енді көлік әдемі емес деп айтуымыз үшін Ас-сайярату лайсат bijamilatin. Ас-сайярату лайсат bijamilatin, әйел тегінде хия. Ана ғанийун, мен баймын, мен бай емесмін деген. Ана ласту биғанийин. Ана ласту биғанийин. Ана ласту биғанийин. Келесі, «Анта фақирун», сен кедейсің, сен кедей емесің. «Анта ласта бифақирин». «Хия минал Ирақи», ол Ирактан, ол Ирактан емес. Әйел тегінде «Хия лайсат минал Ирақи». «Хия лайсат минал Ирақи». «Нахну азкияу», біз зерекпіз деген мағынада. «Нахну ласна би азкияа», бұл мамну мин ас-сарф. Хуа азабун, ол бойдақ, ол бойдақ емес. Хуа лайса би азабин. Ал-мударрисуна фил фусули, мұғалімдер сыныптарда. Ал-мударрисуна лайсу. Ал-мударрисуна лайсу фил фусули. Мұғалімдер сыныптарда емес. Анти закиятун, сен зерексің. Анти ласти бидакиятин, сен зерек емессің. Антум кибарун, сендер үлкенсіңдер. Антум ластум бикибарин, сендер үлкен емессіңдер. Ат-талибату фил мактабати, оқушы қыздар кітапханада. Ат-талибату ласна. Өйткені хунна, олар көпше түрде. Олар әйелдер көпше түр. Ат-талибату ласна фил мактабати. Кітапханада емес. Антунна талибатун жудудун, сендер жаңа оқушыларсыңдар. Антунна ластунна биталибатин жудудин, сендер жаңа оқушы қыздар емессіңдер. Антунна ластунна биталибатин жудудин. Келесі жаттығу 6. Аджиб анил асилатил атия бин нафи мустамилан лайса. Келесі сұрақтарға болымсыз түрде лайсаны қолданып жауап бер дейді. Так, жақсы, бір екет қалды. Мына жақта жазбаша, кейін аудармасымен жазып шығыңыздар. Видеоны пауза басып, кейін жалғастырып тексересіздер. Мухандисун абука, сенің әкең инженер ма? Ла аби лайса би мухандисин. Жоқ, мен әкем инженер емес. Ла аби лайса би мухандисин. Мына жаққа биді жалғаймыз. Аби лайса би мухандисин. Жоқ, мен әкем инженер емес. Амударрисатун уммука, сенің анаң оқытушы ма? Ла умми лайсат би мударрисатин. Жоқ, мен анам оқытушы емес. Атуллабун ихватука, сен бауырлардың студенттер ме? Ла ихвати лайсу би туллабин. Лайсу болады. Амумарридатун ахватука, сенің қарындастарың медсестралар ма? Ла ахвати ласна
بممرضات أمدرس أنت سين оқытушысың ба لا أنا لست بمدرس جدد أنتم сендер жаңадан келгенсіңдер ме لا نحن لسنا بجدد жоқ біздер жаңадан келген емеспіз جديدة سيارتك сенің көңілің жаңа ма көлігің لا سيارتي ليست بجديدة келесі жаттығу يوجه المدرس إلى كل من الطلاب أسئلة يكون جوابها بالنافي ويرد عليها الطالب مستعملا لست نحو оқытушы әрбір оқытушы әрбір барлық оқушыларға сұрақтарды келтіреді, оның жауабы болымсыз түрде болу керек. Ал болымсыз түрде болады, ал оқушы оған ләстіні жауап береді. Жауабы болымсыз түрде болатын сұрақтарды оқытушы студенттерге келтіреді. Кейін оқушы оған ләстіні қолданып жауап береді. Амин Америка анта, сен Америкадансың ба? Ла ана ласту мин Америка, жоқ, мен Америкадан емеспін. Амутазауиджун анта, сен үйленгенсің ба? Ла ана ласту би мутазауиджин. Амаридун анта, сен ауру науқассың ба? Ла ана ласту би маридин. Амухандисун анта, сен инженерсің ба? Ла ана ласту би мухандисин, жоқ, мен инженер емеспін. Мен емеспін дегенде айтуды үйрендік. Келесі 8-ші жаттығу иқра ил-мисал thumma adkhil inna ala al-jumal al-atiya. Келесі мысалды оқы, кейін иннаны келесі сөйлемдерге кіргіз дейді. Мысалды оқы және иннаны келесі сөйлемдерге кіргіз. Ли тhalатhu akhawat. Менде 3 қарындасым бар. Енді аслуху, оның негізінде сөйлем былай болу керек. Thalathu akhawat li. 3 қарындас бар менде. Осылай болу керек та, арабша. Негізінде осылай жазылу керек. Мынау бізде міне бастауыш болады, мынау баяндауыш болады. Енді осыны біз айттық. Бастауыш ол исм инна болады, инна келсе. Сол себепті біз одан кейін келді ме, иннадан кейін тұрма, оған қарамаймыз, біз бастауышты өзгертеміз. Бастауыш бұл жерде міне тhalатhu akhawat. Ли бұл хабар. Бұны толығырақ келесі алдағы дәрістерде түсінесіздер. Қазір оған қатты терең кірмейміз. Неліктен мынау баяндауыш, мынау бастауыш болып тұр деген нәрсеге. Оны алдағы уақыттарда түсінесіздер. Бірақ қазір жай ғана түсіне салыңыздар. Негізінде мына ли деген бұл хабар инна болады. Мынау тhalаth akhawat исм инна. Инна келген кезде сол себепті бірден иннадан кейін тұрмаса да біз мынаны өзгертеміз фатхаға. Инна фил фасли хамсата туллабин джудудин. Расында сыныпта 5 жаңа оқушы бар. Осы видеоны пауза басып өзіңіз орындап шығыңыз, кейін жалғастырып тексересіз. Инна лана мударрисан джайидан. Расында бізде жақсы оқытушы бар. Инна фи джайби 100 риалин. Расында менің қалтамда 100 риал бар. Инна фил хинди анхарон кафиратан. Расында Үндістанда көп деген өзендері бар. Инна лака барқиятан фи мактабил бариди. Расында сенде телеграм бар, жаңа почтада. Саған, расында саған телеграм бар, почтада. Инна ли альфа $1000 фил масрифи. Расында менде банкте $1000 бар. Али калиматул джадидату, жаңа сөздер. Лиқаун, кездесу, джайидун, жақсы. Джайбун қалта, көпшесі жуюбун, нахрун өзен, анхарун өзендер, барқиятун телеграм, барқиятун көпшесі, масрифун банк, масарифун көпшесі, мактабул бариди почта. Почта бөлімшесі. Осымен 2-ші сабақ аяқталды. Келесі 3-ші дәрісте кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.